Қайырлы күн, құрметті қоғамдық тыңдауларының қатысушылары. Қазақстан Республикасы экологиялық кодексінің 96 бабының ережелеріне сәйкес Қарағанды облысы Асакаров ауданы Қарағайлы ауылында мал қорымын салу жобасына ықтимал әсерлері туралы есебі бойынша қоғамдық тыңдаулар ұйымдастырылды. 2021 жылғы 3 тамыздағы нөмір 286 бұйрықпен бекітілген қоғамдық тыңдаулар өткізу қағидаларының 21 тармағын басшылыққа ала отырып, жергілікті атқарушы органның өкілі ретінде бүгінгі тыңдаулар төрағасының құқықтары ашық жиналыс нысанында қоғамдық тыңдаулар ашық деп жариялаймын. Бұл ретте қағидалардың барлық талаптарын сақтай отырып белсенді қатысуыңызды сұраймын. Қоғамдық тыңдауларды өткізу үшін бізге қатысушылар арасынан хатшы таңдау қажет. Қоғамдық тыңдаулардың хатшысы Дегенбаев Жаслан хатшысы ретінде ұсынамын. Егер қарсылықтарыңыз жоқ болса, қолдаймын, қарсымын, қалды деп дауыс берулеріңізді сұраймын. Осылайша көпшілік дауыспен Дегенбаев Жаслан қоғамдық тыңдаулардың хатшысы ретінде таңдалып алынды. Бүгінгі жиналысқа жобаға қатысты жоба жетекшілері мен ұйымдардың мамандары және мүдделері органдардың өкілдері Zoom конференциясы арқылы қатысуда. Сонымен қатар қоғамдық тыңдауларды өткізу қағидаларына сәйкес қоғамдық тыңдаулар регламентін сіздің назарыңызға жеткіземін. 9:30-дан 10-ға дейін қоғамдық тыңдаулар қатысушыларын тіркеу, 10-нан 10:20-ға қоғамдық тыңдауларды ашылуы, құттықтау сөзі, тыңдаушылардың хатшысын таңдау, регламентті бекіту. Сағат 10:20-дан 10:35-ге дейін қоршаған ортаға ықтимал әсері туралы баяндама, презентация. 10:35-тен 10:45-ге дейін сұрақтар мен жауаптар сессиясы, 10:45-тен 11-ге дейін қорытынды жасау, қоғамдық тыңдаулардың жабылуы. Аталған регламентке дауыс беруіңізді және бекітуіңізді сұраймын. Қолдаймын, қарсымын, қалыс қыламын. Бейне және фото түсірілім жүргізіліп жатқанын естеріңізге саламын. Баяндама аяқталғаннан кейін сұрақтарды қоюларыңызды сұраймын. Барлық ескертулер мен ұсыныстар қоғамдық тыңдаулардың хаттамасына енгізілетін болады. Алайда қоғамдық тыңдаулар тұрғысынан сұрақтар қоюыңызды сұраймын. Сөз сөйлеушілерді бөлмеуді, сыпайы болуды, іс-шараның барлық қатысушыларына сөйлеуге мүмкіндік беруді өтініп сұраймын. Сұрақтарды қоймас бұрын өзіңізді таныстыруды және өкілдік ететін ұйымның атауын, лауазымыңызды атауды сұраймыз. Сөз кезегі қоршаған ортаға ықтимал әсерлері туралы есепті әзірлеуші өкілі баяндамашы Ерқасымов Қалжанға беріледі. Сәлеметсіздер ме? Қоршаған ортаны қорғау бөлімінің қоғамдық тыңдау баяндамасын сізге таныстыратын боламын. Есімім Ерқасымов Қалжан, Проинсет жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры. Қайырлы күн, құрметті қоғамдық тыңдаушы қатысушылар. Бүгін сіздерге Қарағанды облысы Асакаров ауданы Қарағайлы ауылында мал қорымын салу жобасына ықтимал әсерлі жобасына ықтимал әсерлері туралы есебі бойынша есепті таныстырамын. Үшінші слайдқа қайтып болсаңыздар, қоғамдық тыңдаулардың мәні. Жұмыс жобасы әзірлеудің мақсаты Қарағайлы ауданында жұқпалы аурулардың Сібір жарасынан қаза тапқан жануарларды қоспағанда, қаза тапқан жануарлардың мәйіттерін биотермиялық залалсыздандыруға арналған мал қорымын биотермиялық шұңқыр салуды жүзеге асыру жоспарлануда. Биотермиялық шұңқыр жұқпалы аурулардан өлген жануарлардың өлікселерін биотермиялық әдіспен залалсыздандыруға арналған. Қоршаған ортаны қорғау мақсатында жұқпалы аурулардан өлген жануарлардың уақытылы жинап жою қажет. Жұқпалы
аурулармен күресудің бір тәсілі өлікселерді биотермиялық шұңқырларда залалсыздандыру. Мұндай жағдайда жұқпалы материал ыдырау процесінде пайда болатын жоғары температуралардың әсерінен зарарсыздандыру қауіпсіз күйге айналады. Көрініс қарасаңыздар, ситуациялық карта объектінің орналасу ауданының схемасы. 5-ші слайд жобаланған объектілердің орналасу схемасы. 6-ші слайд тұрғын аймаққа дейінгі қашықтықтың схемасы. 7-ші слайд ең жақын су объектіне дейінгі қашықтық схемасы. 8-ші слайд қызметкерлер және жұмыс режимі. 9-ші слайд құрылыс жұмыстары және пайдалану кезінде жұмыс жобасының атмосфералық ауаға әсерін бағалау. Құрылыс жұмыстары кезінде 19 стационарлық көздер анықталды. Оның 6-ауы ұйымдастырылған және 13-і ұйымдастырылмаған және жобаланған жұмыстарды іске асыру кезеңіне бір стационарлық көзі анықталды. Ол ұйымдастырылған. Олар атмосфераның ластану деңгейін талдау, құрылыс кезінде жердегі концентрациялар атмосфералық ауаның стандартты сапа критерийлерінен төмен мәндерге ие болатынын және санитарлық қорғау аймағының шекарасында шекті рұқсат етілген концентрациядан аз болатынын көрсетті. 10-ші слайд құрылыс және пайдалану кезіндегі ластаушы заттардың шығарылғандығы пайызбен көрсетілген. 11-ші слайд құрылыс кезінде суды тұтыну және суды бұру. Суды тұтыну құрылыс жұмыстары кезінде уақытша сумен жабдықтау әкелу жолымен жүзеге асырылады. Технологиялық және мұқтаждарға арналған су жеке цистерналарда қыста жылытумен сақталады. Ауыз су сыйымдылығы 20 литр имараттанған бактарда бір тәуліктен аспайтын мерзімде сақталады. Құрылыс монтаж жұмыстары кезінде ауыз су автокөлікпен өтелкеде жеткізіледі және ауыз су сапасының талаптарына сәйкес келеді. Су бұру. Құрылыс жұмыстарын жүргізу барысында биодәретханалар, шаруашылық, тұрмыстық сарқынды сулар түзіледі. Құрылыс кезінде тартылған персоналға қажеттіліктер үшін биотуалеттерді орнату жоспарлануда. Тұтындырылған кейін ағынды сулар ассенизатор машинасының көмегімен сорылады, содан кейін ағызу пункттеріне шығарылады. Құрылыс монтаждау жұмыстары кезінде жер бедеріне немесе жинақтаушы тоғандарға төгу күтілмейді. Ағынды суларды ағызу жер үсті су объектілеріне жүзеге асырылмайды. Жер үсті және жер асты суларына әсері болжанбайды. 12-ші слайд құрылыс монтаждау кезінде қалдықтарды жинау. Қалдықтар арнайы жабдықталған көліктермен шығарылып, қайта өндіруге, залалсыздандыруға, кәдеге жарауға немесе жоюға лицензиясы бар мамандандырылған ұйымдарға жеткізіледі. Қалдықтарды уақытша сақтау 6 айдан аспайтын мерзім тек мамандандырылған орындарда, ыдыстарда және мамандандырылған алаңдарда жүзеге асырылады. Бұл қоршаған орта компоненттердің ластануын төмендетеді немесе толығымен жояды. 13-ші слайд құрылыс монтаж жұмыстары кезінде жобаның қоршаған ортаға кері әсерін азайту шаралары. Негізгі шаралар: шаңды басу үшін құрылыс алаңдағы жолдарға су шашу, шаң шығаратын материалдардың брезентпен немесе басқа жабындылармен тасымалдау, жұмыс істеп тұрған құрылыс техникасының қозғалтқыштарын дұрыс реттеп, жанармай қалдықтарын барынша азайту, кәріз суларын жинау және арнайы ұйымдармен келісімшарт бойынша оларды қауіпсіз түрде шығару, топыраққа жанар-жағармай материалдарының түсуіне жол бермеу үшін техниканы арнайы орындарға ғана жанармаймен толтыру және жөндеу, жасыл желектерді негізсіз кесуге жол бермеу, құрылыс қалдықтары мен тұрмыстық қалдықтарды арнайы контейнерлерде жинақтау, өндірістік қалдықтарды дер кезінде шығару.
Осы шараларды сақтау құрылыс монтаж жұмыстарының кезеңіндегі қоршаған ортаға әсері барынша азайтуға мүмкіндік береді. Сонымен қатар, нысан орналасқан ауданда және оған іргелес аумақта қорықтар, бұрожайлар, сәулет ескерткіштері жоқ. Бұл объект үшін атмосфералық ауаның сапасына арнайы талаптар талап етілмейді. 14 слайд. Топыраққа өсімдіктер мен жануарлар әлеміне әсерін бағалау. Өсімдіктер мен жануарлар түрлерінің популяциясының өзгеруі болжанбайды. Негізгі көші-қон жолдары жобаланатын объектіден тыс орналасқан жоспарланған іс-шаралар құстар мен жануарлардың көші-қон белсенділігіне әсер етпейді. Топырақ қасиеттерінің өзгеруі күтілмейді. Топырақ аралық қасиеттерін сақтайтын болады. Өсімдіктер мен жануарлар әлемінің өкілдерінің генетикалық қорына әсері жоқ. 15 слайд қорытынды. Осы жоғарыда келтірілген материалдар негізінде келесі қорытындылар жасауға болады. Осы жұмыста келтірілген құрылыс жұмыстары және пайдалану кезеңде атмосфералық ауаға әсер ету рұқсат етілген деп бағаланады. Жер асты және жер үсті суларының олардың ластануы әсер етпейді. Құрылыс объектісінің әсер ету шегіндегі топыраққа әсері рұқсат етілген деп бағаланады. Биологиялық жүйеге әсер ету рұқсат етілген деп бағаланады. Бұл өсімдіктер мен жануарлар әлемінің қолданыстағы түрлі құрамының өзгеруіне әкелмейді. Осы жобада технологиялық процестердің қоршаған орта компоненттеріне әсері қарастырылып бағаланады. Жүргізілген жұмыстарда талдау көрсеткендей, осы объектінің өндірістік қызметі кезінде теріс әсері тек аумақтық атмосфералық ауасына әсер етеді. Атмосфераға зиянды заттардың ШЖШ нормативінің нақты шығындылар деңгейінде белгілеуі ұсынылады. Кәсіпорынның топыраққа, өсімдіктерге және жануарлар әлеміне әсері шамалы. Ол компоненттерге объектілердің физикалық болуы және жердің бұзылуы айтарлықтай әсер етеді. Ұсынылған іс-шараларды іске асыру кезінде кәсіпорынның қоршаған орта компоненттеріне теріс әсері азайтылады. Қоршаған ортаға әсер ету жергілікті болып бағаланады және табиғатты қорғау шараларымен төлемдермен және жерді қалпына келтірумен өтеледі. Тұтастай алғанда, болжамды жұмыстарды аудандағы қоршаған ортаға әсері бағалау, құрылыс және пайдалану жұмыстарының салдары ұсынылған табиғат қорғау іс-шараларын сақтаған кезде соншалықты маңызды болмайтыны көрсетіледі. Қоғамдық тыңдаулар Қазақстан Республикасы экология, геология және табиғи ресурстар министрінің міндетін атқарушы 2021 жылы 3 тамыздағы 286 бұйрығына сәйкес қоғамдық тыңдаулар өткізу ережесіне сәйкес ұйымдастырылды. Назарларыңызға рахмет. Сұрақтарыңыз болса жауап беруге дайынбыз. Сұрақтар мен жауаптар сессиясы. Жоба бойынша ұсыныстар, Сұрақтарыңыз бар. Сұрақтарыңыз бар ма? Сұрақ жоқ. Қоя аласыз. Сұрақ жоқ. Тыңдаулар жабылу. Қоғамдық тыңдауларды жабық деп жариялаймыз. Назарларыңызға рахмет. Рахмет.